Сіз байқамайтын біз сөйлеген кезде жіберетін қателіктер. Достар, дәл осы видеоның обложкасында сіздер көрген кезде батя, ахи, неліктен бұл сөздерді айтуға болмайды деп жазылып тұрды. Сіздер осыған бір қызық көрген шығарсыздар, және де біз бүгін не үшін дәл осы сөздерді айтуға болмайтынын айтатын боламыз. Бұл сөздерді біз айта берген сайын тіліміз шұбарлана береді. Неліктен осылардың бүкілін қазір түсіндіретін боламыз. Бастамас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментарийға дәл осы туралы өз ойларыңызды адекватты тұрғыда жазып кетіңіздер. Бұл қазақ профессорының арнасы, кетіп бастаймыз. Сонымен, Дмитрий, қарап жүрейін, дұрыс, академик Дмитрий Лихачев деген бір орыстың ғалымы бар екен. Сол кісі мынандай бір ой айтып жүреді. Мен бүкіл бесен және болмыс деген кітаптан оқып отырмын. Бірден келісіп аяқ. Тіл қату әдебіне ол кісі қатты мән берген. Бір күні ол кісіге бір кісі жазып жібереді. Байқайсыз ба, біз қазір сөйлеген кезде адамға дұрыс тіл қата алмаймыз, дұрыс мәміле жасай алмаймыз. Ну давай, ну-ка, давайте, ну деген сөздерді қоса береді. Осындай бір лагерьдағы үлкен экскурсия кезіндегі үлкен қателіктерді байқаған. Бұның бүкілі не үшін? Себебі бұл тілдің бұзылуы. Мысалы, Сталиннің кезінде лагерь, енді ол кездегі лагерь, қазіргі лагерлер сияқты емес, ол кездегі лагерлер қорқынышты. Кәдімгі жұмысқа салып қинайтын. Сол лагерьдағы ең таза сөйлейтін, ең мәдениетті сөйлейтін адамдарды бірінші ататын. Сен біздерден емессің деп. Бұл біздің сөйлеу сөзімізге сай келмейді деп бірінші ататын. Себебі мәдениетті сөйлейтін адам, ешқайында шешемен боқтамайтын адам, таза боғауыз сөзсіз әдемі сөйлейтін адам, бұл азат адам. Тіл ол азаттық. Сен тілін шұбарланған сайын, сен де өзің жан дүниенің, рухының бүкілі шұбарлана түседі. Бір темір тордың ішіне түскендей болады. Осыдан орыс қоғамы, сол кезде енді арғы буынның жасаған өрескел қателіктері ғой, арғы басшылардың жасаған қателіктері ғой, соның кесірінен орыс қоғамы қаншалықты қысылып қалғанын көрдік. Тілінің қысылғандығы. Тіліне сәйкес мәдениетті ары қарай кете береді. Бұл әрине қазақ дертіне, қазаққа да, қазақ халқына да, қазақ қоғамына да үлкен ауыр соққы болып тиді. Дәл осы жерлерін кітапқа қарап оқайын. Тура жаңағы не үшін батя деп сөйлеуге болмайды, не үшін ахи деп сөйлеуге болмайды, не үшін пацан деп сөйлеуге болмайды, дәл осы туралы айтайын қазір. Қараңыздар, кітапта былай айтады. Ғалымның айтпағы мынау, барлық болмысты өзінің атымен атау керек. Осы жерде бір сөз. Міндетті түрде орта ғасырдағы ғалымдар міндетті түрде бүкіл басым көбінесе айналысқан ісі бұл қандай да бір іс-әрекетке, қандай да бір құбылысқа, қандай да бір затқа ғылыми атау берді. Географтар бір жерді ашқан кезде, бір саяхатшылар бір жерді ашқан кезде ол жерге міндетті түрде бірінші атай береді. Атай бермесе ол жерде әрі қарай дамымайды, жаңалықтар ашылмайды ол жерде. Әрбір нәрсенің өзінің аты бар. Және сол атау құрған кезде болмыс та өзі құра бастайды. Мысалы, атау өзгергенде болмыс деформацияға ұшырайды дейді кітапта. Мысалы, інім деген орнына братишка, пацан деп тіл қатқанда ой өрісі өспей қалған инфантилия жастар көбейеді. Ағаның орнына братан деп тіл қатқанда қамқор ағалар емес, өктем сөйлейтін қодарлар көбейеді. Көкенің орнын пахан басқанда жүзі жылы әке емес, зонаның атаманы болған тиран әкелер көбейеді. Батя дегенде бұл жерге жатады. Бауырым сөзі шеттетіліп, оның орнын акилар басқанда кісінің діни сеніміне қарай алалап тұратын мерез пайда болады. Родной бро деп сөйлеп қолдағанда нигилизмді мақтан көретін жеңіл мінезді жастар көбейеді. Адамды лақап атымен шақырғанда оны танысаң да танымасаң да лақап атына қарап оны іште жек көріп тұрасың. Шындап келгенде кісіге лақап ат тағу оның артықшылығын барынша бүркеп әлсіз тұсын әшкере ете түсу үшін қолданылады. Бәке сәкелер көбейгенде жемқор жүйесінің буыны беки түседі. Жауапкершілік алудан қорқатын типтің бәрі өзіне құрметті тіл қату формасын қабылдамайтыны осыдан. Себебі өзіне нашар имидж жасап алған адам арсыз әрекетін емін-еркін жүзеге асырады. Дмитрий Лихачевтың айтқаны рас. Әдебпен тіл қату мәдениеті өлген сайын ұлт та өлуге айналады. Тіпті сүйіп қосылған ерлі-зайыптылардың өзі бір-біріне ей қақпа, жалмауыз, албасты, айуан деп қолданған сайын шаңырақтың астында құт та береке де ырыс та қалмайды дейді. Енді осы жерде
Біздің қазақтың бір мақалы бар: болар елдің баласы бірін бірі батыр дейді. Осыдан жарты жыл бұрын осы бір сөздерді алып, не үшін мына сөзді былай қолдануға болады деп бір пост салған едім Инстаграм мен ТикТокта. Әсіресе бұл ТикТокта қатты бір қаралым санының артқанға байланысты да комментарияда мынандай сөздер кетті: не сонда бір бірімізге батыр деп сөйлеуіміз керек па көшеде өтіп жатқанда? Кешіріңіз батыр, сағат қанша болды? Кешіріңіз батыр, мына көше қай жерде деп айтуымыз керек пе дейді. Сөзді мағынасынан түсінетін полицтер деп айтуға болады, айып етпейсіздер. Бұл жердегі батыр дегеннің орнын, мысалы, ата бала үшін, яғни ата балаға, аға балаға, үлкен бір кісі балаға неліктен батыр деп сөйлемес керек? Әй батырым, сағат қанша болды? Әй батырым, мына қазір қандай аялдамаға келдік деп айтуға болады ғой. Неге болмасқа? Неге жасамасқа? Ал егер де өзімен бір жасты кісі болса, онда міндетті түрде братан деген сөзді қолдану керек па? Неліктен кешіріңіз деп жай ғана бір қаратпа сөзді қолдануға болмайды? Кешіріңіз, сағат қанша болғанын айтып жібересіз бе деп неліктен болмайды? Айып етпесеңіз, сағатты айтып жібересіз бе? Міндетті түрде братан деген, міндетті түрде бір братишка деген сөзді қолдану керек па бұл жерде? Қалай сонда? Сондықтан да міндетті түрде әрбір нәрсені өз атауымен айтайық. Тіпті бір баланы еркелеткен күннің өзінде, біреуге лақап таққан күннің өзінде өте абай болайық. Мұхаммед деген бір адамның есімін Муха деп емес, осындай бір сөздермен алмастырудың орнына оның керісінше өзінің керемет қойылған атын айту керек. Әрбір нәрсені өз атымен айтайық, тілімізге өте қатты абай болайық. Сіздерге видео бір ой салды деп ойлаймын. Ұнаса міндетті түрде таратыңыздар, лайк басыңыздар, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Қазақ профессор.